сүйдер еттің, сен маған жүрер еттің. Жаным? Қайда бара жатырсың? Оянып қойдың ба? Иә. Мен жұмысқа. Сен демалыс күнінде мерекеде де жұмысқа барасың ба не? Иә, бастық шақырып еді кеше. Коллективтегі қыз-келіншектерді құттықтайық деп. Барам да келем. Келесің ғой, иә? Барам да келем. Жаным? Ау? Мен керемет түс көрдім. Солай ма? Я сол түсімнен әлі шыға алмай жатырмын. Қандай түс? Сен маған түсімде бриллиант комплект сыйлап жатырсың. Сондай ма? Сосын норковый шуба сыйлап жатырсың. Соны неге жорсам екен деп отырмын. Онда күте бер. Шын айтасың ба? Кешке. Қойшы, шын айтасың ба? Шын айтам, мен кеттім. Рахмет жаным, күтем. Бриллиант комплекті норковый шуба. Қалайсың жаным, жақсы келдің ба? Әкеле қойсың мен. Жоқ қой, бір өзім ойлап Қалай? Жақсы, жақсы не? Мерекелік дастархан жайып қойдым. Еттіңіз шыға ма? Қазанға ет салып қойдым. Бәрекелді. Иә, жүре қойшын. Сөйлеп, бағана таңертең сурет қой дейме? Иә, қыстан қалған жылқының еті ғой. Жаным, сені мерекемен бағана таңертең асығыс кетіп бара жатырмын да, құттықтай алмадым. Мерекемен жаным, мерекемен. Сол жұмысқа бардық. Сөйтіп, бүгін жұмысқа бардым. Жұмысқа барып, коллективтегі қыз-келіншектерді құттықтап, оларға сыйлық беріп, бәріміз. Сосын жұмыстан бүгін ертерек қайтайын. Өзімнің кемшемді құттықтайын барып дедім да. Не ғой жаным, мені ұмытқан жоқсың ғой, е? Нені ұмытқан жоқсың ғой? Менің сыйлығым ше. Қандай сыйлық? Таңертең сен жұмысқа кетіп бара жатқанда мен саған айттым ғой, түсімде көрдім. Маған бриллиант шуба сыйлап жатыр екенсің. Мен оны жұмысқа бара жатып қалып қойдым. Шын айтасың ба? Рахмет. Көзің жұм. Көзің жұм. Алақаныңды кел. Міне жаным. Көзіңді аш. Бұл не? Бұл түс жоритын кітап. Түсінде бриллиант көрдім, шуба көрдім дедім ғой. Сол, мысалы, бриллиант көргенде не болады, шуба көргенде не болады, соның бәрі осының ішінде жазылған жаным. Менен сұрамайсың келесі жолы. Өзіңе ашып оқи беретін боласың. Етіңді кеш, етіңді. Ет жейік. Оны осының бәрі саған ақыл. Бисмиллахиррахманиррахим. Кел отыр. Мен айта берейін, сен тыңдай бер. Енді бұл әйел заты болмаса да болмайды. Бұл Алла тағала әйел затын мына еркекке серік болсын деп, қолғанат болсын, жәрдем берсін, соның ұрпағын көбейсін деп жаратқан Алла тағала. Көрдің ба? Сол себептен өз әйелін жамандаған еркек ол өзін жамандағаны. Неге? Алла тағала еркектің қабырғасын сындырып алып әйелін жаратты ғой. Ертең үйленсең, әйеліңді әркімге жамандап жүрме. Мен саған айтып қояйын. Бізде жетісіп тұрған жоқ біз еркектер. Ұйқыбаспыз ғой біз. Ұйқыбаспыз ғой. Ана әйеліңге тұрсайшы, ана тілі тістесейші демейші жата береміз ғой. Алла тағала осы әйелді бізге жаратқанда ананы оят, ананы жұмыс істеткіз деп жаратқан. Міне сонда дейді ғалымдар зерттепті дағына бұл еркектер ұйқыбастар қауымына жатады депті дағына. Еркек туылған күннен бастап
100-ге дейін кіммен ұйықтайды деген сұрақ туындапты. О, иә. Кіммен Сонда ұйықтайды? ғалымдар айтады, еркек 1 жастан 5 жасқа дейін анасымен ұйықтайды дейді. Иә. Анасының құшағында ана. 5 жастан 15 жасқа дейін ағасымен, інісімен ұйықтайды дейді. Бауырларымен. Ал 15 жастан 20 жасқа дейін әр қызды бір ойлап, жастықты құшақтап жатып ұйықтайды дейді. Ал содан 20 жасында үйленеді бұл жігіт. Содан 20 жастан 30 жасқа дейін өзінің әйелімен ұйықтайды дейді. Ал 30 жастан 40 жасқа дейін басқа да әйелдермен ұйықтап қалуы мүмкін дейді. Сондай болады екен. 40 жастан 50 жасқа дейін бұйырғанымен ұйықтайды дейді. Ал 50-ден 60-қа дейін ше? 50-ден 60-қа дейін немерелермен ұйықтайды дейді. 60 жастан 70 жасқа дейін грелкімен ұйықтайды дейді. Жылынып жатады. Бойдан күш қуат кетеді ғой. Жылу кетеді. Сосын соны амал жоқ, сол грелка керек болады. Ал 70 жастан 80 жасқа дейін сквознякпен ұйықтайды дейді. Форточка есік терезені аңдып жатып ұйықтайды дейді. Ай, артың ашырылар, жап есікті терезені жап деп ұйықтайды дейді. Ал одан ары қарай Құран кітаппен ұйықтайды екен. Көрдің ба? Сол себептен айтады, көрдің ба? Міне ұйқыбастар қатарына кіреді дейді міне. Ад балам. Қой балам. Кеш батып қалды, күн батып қалды. Үйге барып тамаққа тойып алып, жатып тұрып ұйықтайық. Жұмысы құрсын, шаршадық бүгін. Қайда жүрсің? Қайда жүргеніңіз? Далада таза ғой жұтып келдің немене? Сенің үстіңнен спирттің иісі шығып тұр ғой, ішіп алғансың ба тағы да? Осы сен басқа сұрақ қоя аласың ба, қоя алмайсың ба сен? Сасып тұрсың ғой, сен қазір ішіп келгенсің ғой. Шай ішесің ба, шаршадың ба деген сұрақ сенің аузынан естиміз ба, естімейміз ба? Жоқ, сенің үстіңнен иіс шығып тұр ғой, айналайын-ау, сен ішіп алғансың ғой? Ішкен жоқпын. Соқ өтірікті ішіп алғансың сен. Ішкен жоқпын деймін. Ішіп алғансың деймін сен. Жаңа өтіп бара жатып біреу терезеден спирт шашып жіберді үстіме. Мен кінәлі емеспін ғой оған. Жада саған шашып жіберіпті да спиртті. Сондай ғой, қойшы, кем адам. Сен ішіп алғансың ғой? Бергел деймін саған. Ішкен жоқ пе? Ішкен жоқ неме? Адамға неме сенбейсіңдер? Ішкен жоқпын мен. Ішкен жоқсың, Ішкен жоқпын. Ішсең де мойындамайсың, не деп мойындаймын? Ішсем мойындайын, ішпесем не деп мойындаймын? Менің қалай тексеретінімді білесің, Білем. Мен қазір сені тексерем. Қазір тексерем сені. Есет атам ет асатар, ет асатса бес асатар. Айтшы мен. Есет атам ет асатса бес асатар. Көрдің бе? Ішкен жоқпын. Жаттап алыпсың, көрініп тұр. Жаттамағам, ішпегеннен кейін таза айтып тұрмын. Тағы мынаны қайталағанда. Шеше кеше, неше кесе, сынды кеше. Айт бұл. Шеше кеше, неше кесе, сынды кеше. Айтын ғой саған, ішкен жоқпын деп. Ішсем мен мысалы жаңылысып қалар едім. Жақсылап жаттап алыпсың, көрініп тұр. Жаттаған жоқпын, мен ішкен жоқпын, сондықтан таза айттым. Онда мына сөзді айтшы маған. Қанағаттандыра алмағандықтарыңыздан. Қалай? Қанағаттандыра алмағандықтарыңыздан. Мынау қазақша сөз емес қой мынау. Қытайдың ба, моңғолдың ба сөзі ғой мынау? Қандай Қытай, моңғол? Бірінші естідің ғой мен мына сөзді? Қазақтың сөзі. Айтайын мына сөзді. Моңғолдың ба, Қытайдың ба сөзі ғой мынау? Қазақша сөз айтсам мен. Ешқандай моңғол, Қытай жоқ, қазақтың сөзі. Қайтала деймін жаңа сөз. Қалай дедің, қайтын? Қанағаттандыра алмағандықтарыңыздан. Сен мынаны шошаңда төбермеші. Ал жалай. Адам сөйлесін ал. Жоқ, айтайық десең, шошаңда төбересің таяғыңды. Ал айт. Бір қайтылашы. Қанағаттандыра алмағандықтарыңыздан. Қанталамағандықтар... Қатанғандар... Деп тұрсың? Қанағаттандыра алмағандықтарыңыздан. Қатағандыра алмағандықтарыңыздан. Деп тұрсың сен, Іштірі!
Мына тоқтаңыз. Сіз қоғамдық орында заң бұзып келе жатсыз. Қалай, мен ешкімге тиіскен жоқпын, қалай заң бұзып келе жатырмын? Жоқ, мен тиіскен емес, сіз қазір темекі тартып келе жатсыз. Бұл заңға қайшы. Анау кіреберісте жазып қойған, темекі тартуға болмайды, қоғамдық орынды. Сол сәтте құжаттарыңыз әкеліңіз. Жоқ, құжат сұрайды, сіз бірінші өзіңіз таныстырсаңыз, заң қызметкері. Кімсіз? Кез келгенге көрсете бермеймін мен құжаттарды. Жарайды, таныстырайын. Аға лейтенант Қалыбаев, құжаттарыңыз. Кім? Аға лейтенант Қалыбаев, құжаттарыңыз. Не, құлағыңыз естімей ме? Қалдыбаев, Ғалымжан. Иә. А классында. Иә. Қандай? 11 жыл бірге оқыған. Сіз кімсіз? Танымадың ба мені? Жоқ, танымадым сізді. Сіз кім боласыз? 10 жыл бірге оқыған, класстасың. Мамырмын ғой. Мамыр! Қалай жағдай? Жақсы. Мәссаған, өзгеріп кетсің ғой. Молодец, жарайсың. Мен танымай қалдым сені. Шынымен танымай қалдым. Сен қалай таныдың мені? Баяғының әлі сол Жардай болсын ғой. Класста сен мұнандай едің ғой. Ең арығы, ең кішкентай сен едің ғой. Қалай жардай болғансың не? Екі әйел алсаң сен де мықты боласың мен сияқты. Екі әйелім бар. Екі әйелім бар? Екі мәшинем бар. Екі үйім бар. Екі магазинім бар. Молодец. Екі магазинге оқуғам ғой мен. Ой, жағдайын жасап тастағам десей? Жақсы. Үйге барам, тоқалыма барам да атын. Не тамақ деймін, өлтіп тұрып манты істейді. Шіркін. Тойып жеп аламды, әйеліме барам. Бәйбіше, тоқал манты істеді дейін, ол қызғанып кетеді, қамырауға диет тасады. Диет тасады? Не де, рахат екен ғой, рахат екен ғой. Рахат екен ғой, мәссаған. Не мая, екеуі бір-бірін бұлай біле ма? Бөлек. Мен деген бұлай істайын ғой. Жолысып, екеуі саған таласып, қызғанып, не қылмай ма ешқандай? Мен деген білесің ғой, қалай істайын. Мен де біреуін ақсан ба деп қоямын. Үшеуін алсаң, үшеуін. Үшеуін қояды, екіншісін алайық та бірінші. Екіншісін алайық. Болады ма? Молодец, досым, молодец. Көргенім қашын. Қойғылық, мен екі әйел, сен екі әйел. Сонымен төрт әйелімізбен бір ресторанда кездесейік мақма? Мақма? Телефонын бер. Bir 100 грамм limonat çekti. Dostum. Nasıl oldu janadı, jana versin. Şu dayların yolları bola versin. Сылқым жігіт. Қайдан келдіңіз? Жұмыстан? Қайдан келгеніз? Жұмыстан келдіңіз ба? Жайша жүрсіз ба? Жайша жүргеніңіз? Жұмыстан шаршап келдік, демалайық деп келдік. Не болды? Демалайық деп келдік. Ана тоқалымның үйіне барсам, рахаттанып демалам, тып-тыныш осы мазалайтын ешкім жоқ деп жатыр едім ғой. Бар, құр жоғал тоқал. Бар, кет деп саған. Бар, рахат бар, жаққа бар. Жоқ, кет басымда. Көрсетемін мен саған. Сәлем, жаным. Немеге келдің? Немеге келгеніңіз? Сені сағынып кеттім. Ой, тұрмай, мені сағынып кеттің бе? Иә. Бар, бәйбішеңе бар. Қош, не болды саған, жаным? Қошы, не болмаса? Ойбай, соның тамағы тәтті, соның тамағы дәмді деп жатыр еді ғой. Ойнап айтқан. Ойнап айтқан түгінде жоқ бар. Менің тамағым күйіп кеткен, тұзды ашы бар, құрбат кірмесін бар. Кіреше, жаным, не болды? Жаным, ашы, жаным. Бір қонсам болды, жаным, ашы есікті.
Не yapıp жатсың? Мен жатам бұл жерге, тұр кет бай. Кет дейм саған. Мамыр? Ғалеке? Не yapıp жатсың бұл жерде? Таза ауа жұтып жатқан мерді. Жеті қараңғыда адам таза ауа жұтып жата ма? Енді сондай болып қалды енді. Сондай болып қалды, сорлы. Екі үйіңе де екі қатынның үйіне сыймай, маған айтып жүрген ақылың қарсы бірің, ә? Маған неменеге ақыл айттың? Екі қатын алсаң рахат. Екі қатын алсаң, тамағың тоқ, киімің көк. Не мына жүрсіміз енді? Не істедің? Жалғыз өзім жатқаннан жалықтым да, қасыма серік керек болған соң, сен таныстың ғой, сен тартқан түрің ғой, сен тарттың. Ой, ақылыңа болайын сенің. Сен қайтқанын істейін деп едім, жүр мынау. Кеп қалып менен сыймай. Жетші, азда таңертең сөйлесем. Тыныш па мына жер? Тыныш. Маса жоқ па? Маса жоқ, әдемі. Жаты. Таңертең ерте тұрып жұмысқа барың бар. Болды. Шай қойып қаласың да? Болды. Бәрі сенің кесірің. Кешірсін. Жата. Жоқ, сіз мен түсінбедім. Сіз ұрысыз ба, жоқ әлде маньяксыз ба? Неге менің қыр соңынан қалмайсыз? Мен маньяк та, ұры да емеспін. Енді неге қалмайсыз соңынан? Артыңызға газет жабысып қойып, соны айтамай келе жатырмын ғой, жеткізбей келе жатсыз ғой. Ой, правда? Нет, неправда. По-моему, салаш. Салаш? Ай, бетпеңіз ыңғайсыз болды, қайдан жабысып қалды екен? Білмеймін, қандай әдемі қылсыз артыңызға газет жабысып қалып. Айтайын десем қаша бересіз. Ай, бетпеңіз, білмеймін ғой, қайдан жабысып қалған бұл газеттің. Менің мамандығым гинеколог, кіштереколог. Лоқтың аузынан түскендей аумай қалды. Тоқтаңыз, мен лоққа ұқсап тұрмын ба? Өзіңде бір топасың ғой. Аға, тексеріске бар. Керек болса екінші тамақты да сізге тегін әкеліп беремін.